Қайрат Нұртас турасында сұмдық хабар тарады. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жұлдызды жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь тимелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қайрат Нұртас әлеуметтік желіде өзінің метрода жүрген видеосын таратты. Бұған көрермен не демек? Көрермен оған внимание жетпей тұрған шығар деген сөздерменен өз комментарияларын бөлісті. Алайда Қайрат Нұртас метрода жүрген кезде жас өспірімдерге және де жас балалармен түскен бірнеше суреттерін көруімізге болады. Ол оның қарапайымдылығын білдіреді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз. Көз жұмды. Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь тимелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Балабақшада көз жұмған бүлдіршіннің тәрбиешілеріне сот үкімі шықты. Балабақшада иесі және тәрбиеленушісі сот алдында жауап берді. Қайғылы оқиға өткен жылы Атырау облысында болған. 3 жасар сәби балабақшада кәріз құдығына құлап көз жұмған. Іс материалына сәйкес бүлдіршін қараусыз қалған. Сот шешімімен олар 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.